Бірнеше күннен бері енді талқыға түсіп жатқан қалалым жобасы туралы біраз дау-дамай туды, біраз өтірігі шықты. Олар да өздерінше әйтеуір бір расследование жүргізіп, әйтеуір бір терең іске кірісіп кетті. Бірақ біздің команда өзіміз расследование жүргіздік. Кешегі эфирде шындықты айтқан жан туралы біраз ақпараттарға қанық болдық. Бүгін бізде Айдын мырза өзі арнайы қонаққа келіп жатыр. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп-көп рахмет. Біз бұл кісіні бірден шақырған жоқпыз. Сол қаламның кезінде біз ойладық, енді біраз бір зерттеу жүргізіп көрейік бұл кісі туралы деп. Сіз өзіңіз өнер жолында адам екенсіз, біздің зерттеуіміз бойынша. Біраз әннен, студиядан, запистен хабарыңыз бар деген секілді. Сіздің таныстарыңыз менің жерлестерім болып шықты. Біз сол кісілерден ақпарат іздестіріп, сіз туралы толық ақпаратты білгеннен кейін барып, сізге хабарласып, сіздің нөміріңізді алып, нөмір алмасып, сізді эфирге шақырып отырмыз енді. Сіз әнші топта болған. Рауан. Эфирлерде біраз әндеріңіз жүрген, біраз клиптеріңіз жүрген. Біз сол арқылы іздестіріп, сол арқылы қазбалап, сіздің личный өзіңізге тоқталдық. Өзіңіз туралы қысқаша бір ақпарат беріңіз, содан кейін барып ары қарай іске көшсек. Ақпарат болғанда сол өзіңіз жаңа атап өткендей өнер саласында жаңағы сіз жерлестеріңіз деп жатсыздар. Өнер жолындағы ортақ таныстарымыз арқылы, иә. Ол кісілер бар, сол кісілер арқылы бәрін біліп, сол жаңа Рауан тобы деген топ құрғанбыз кезінде. 3 жігіт, оны жаңағы құрғанда осы Алматыға келгенде, осы өнер Қазақстан эстрадасын, іргетасын қалаған ағаларымыз өздері батасын беріп, топтың атын Рауан деп Абдрахман Асылбеков атамыз өз қойған. Топтың атын? Және де оның кісінің қасында жаңағы Кеңес Дүйсекеев композитор ағамыз, Бейбіт Оралы, Шөмішбай Сариев, Сараил Сапарбаев сынды тағы да біраз ағаларымыз болды. Бәрі жиналып, осындай саукесер жасап, бізге сондай батасын беріп, топ шығарған болатынбыз. Енді қалалымның өзіне кішігірім тоқталсақ? Шындықты айтқаннан кейін енді оларды енді әрекет жасап отыр ғой, маған жаңа жала жабу, күйе жағу. Себебі жұма күні өткенде эфирда мен бәрін жайып салып беттерін айтқаннан кейін, ол қалалым үлкен бизнес машина, ақша әкелетін, дұрыс па? Ол бірден тоқтады деп санай бердім сол жерде. Шындықтың бәрін айтты, халықтың бәрі сенбей күмәнданып жүрген кезде, мен шындықты тікелей эфирде жаңағы бас редактордың бетіне айтып, әшкерелегеннен кейін, ол бірден тоқтады деп санай беріңіз. Және де олар ол бизнесті тоқтатпау үшін кез келген дүниеге барады. Мен ол жерде эфирде де сол жерде сөйлеп отырып айтып кеттім. Маған жала жабыңыз, компромат жинаңыз. Маған бәрібір дедім. Сотталайын, мен өліп кетейін, маған бәрібір. Мен халыққа ақиқатты айтып кеттім. Сол айтқан айды келді, ертеңде жаңағындай Айдос арқылы ма, басқа бір Айдос болмаса басқа бір арқылы жаңағындай постанова жасаушы еді олар. Клейлеп, монтаж, енді сіздер видеомен айналысып жүргеннен кейін түсінесіздер ғой, жерде бәрі дауысты да клейлеген, еткен, жасаған. Айдостың да енді ақмақтығы бар ол жерде, шыны керек. Сол себептен де сондай жағдай болып жатыр. Ол Айдостың өзін олар кәдімгідей пайдаланып алған сияқты, кәдімгідей бір бар, сен бар айт, саған күштен естейміз деді. Ақыры эфирге келген кезде Айдостың өзін кәдімгідей ысып бүкіл шындықты айтыр. Олар өздерін құтқару үшін любой нәрсеге баруға дайын екен. Бәріне барады, өйткені мен қоршаған ортамның жаңағы достарым, сол жердегі әріптестерім енді басым көпшілігін сатып алып жатыр ғой. Бәрі кәдімгідей енді бас тарта алмайтындай ұсыныстар жасайды, өйткені өздерінің жаңағы жанын сақтау үшін қазіргі осындай жағдайда олар бәрін істейді. Сол себептен де қоршаған ортам бәрін сатып алып жатыр, етіп жатыр. Сол Айдосты да мен енді қимаймын жаман ойға. Оларға сатылып специально мен подставить етіп жатыр деп ойламаймын, енді ондайға сенгім де келмейді, шынын айтсам. Бірге кезінде тұрып, бірге нан бөлісіп жеген бала. Бірақ енді олардан бәрі шығады. Сол үшін мен қазір анандай пәле жала жабылып, андай күнде қысым көрсетіліп жатқаннан кейін мен ешкімге сенбеймін. Ешкімге толық сенбеймін. Сенесің, сенгің келеді, бірақ толық ешкімге сене алмаймын мен қазір. Ондай мүмкіндігім жоқ сенетін. Ол қалауымның адамдары бүкіл журналистерді айтақтатып салып сізге мысалы, ондай журналистер хабарласқанда болған шығар мысалы кезде. Бізге сұхбат берді, әйтеуір компромат шығарып алу үшін мысалы. Көптеген телеарналардан хабарласты, көптеген жеке журналистер хабарласты. Мен де ойланып, саралап, халықта жаңағы прямой эфирға да дайректке де жазып жатты, Нұрболхан шақырса бар, Нұрболханға бар, өйткені ол кісі осындай
немен әшкерелеген жаңағы бір бағдарлама өз ойым деген осындай бір жаман бағыттағы бағдарламаны жапқан. Сол себепті ол кісіге сенуге болады деген бәрі халық айтты. Енді халық айтса қалт айтпайды дейді ғой. Мен де ойлап жүрмін, бірақ енді ондай нақты осындай сіздер ұсыныс жасайды деген де бір сенім болған жоқ. Оның үстіне өйткені күн ұзарған сайын уже менде тоже үміт болған жоқ, шынымды айтсам. Бірақ бірнеше күн өте келе сіз хабарластыңыз енді. Енді халықтың көбісі сұрап жатыр, сонда ол жерде отырады деген енді комментарийлер ғой, мен оқыған комментарийлер. Өзің сол жерде отырдың ғой, неге сол кезде айтпадың деген сияқты комментарийлер өзіңе де жауап беріп отырмын прямой эфирде. Ол жерде бірінші келген кезде қалай қабылдайтынын шындығын айтып беріңізші соны. 5 ай бойы неге отырдың, шындықты айтпасаң дейді. Мен 5 ай бойы ол жерде келе сап мен шындықты толық олар бүйтіп аша салмайды ғой. Сен келдің ол жерге, мен басында түсінбей зерттеу үшін келдім. Ең басында. Көресің, мысалы үшін кейбір адамдар телевизордан көріп отыр, қалауым жаман, қалауым өтірік, жабу керек дей салады ғой. Болды. Оны ары қарай ойламайды, не қалай, оны сен жаба алмайсың мысалы үшін. Жапса жаппай ма мысалы үшін адамдар. Оны жаба алмасаң ішінен барып көру керек. Мен сондай оймен ішіне барып, кіріп, бір жағынан енді шынайы болса, мүмкін үйленіп те кетермін деген ой болды. Егер шынайы болса, мен қарай. Шынайы болып, аналар шынымен дұрысып атса, онда отырып, оларға ақыл кеңес айтып, кішкене басы айтып. Мен Шаккерімге келген кезде бірінші уәжім сол болды. Шәке, сіз енді көргенді адамсыз, үлкен адамның баласысыз, біліміңіз бар, мәдениеттілігіңіз бар, бас редакторсыз. Неге сіз ұрыстырып, төбелестіріп қойып қарап отырасыз деп мен. Или болмаса бір дұрыс адамдар неге қабылдамайсыз деген сияқты. Егер олар өздері ұрысса мен не істеймін дейді, олар келді, мұқтаж болып, өздері ұрысты, төбелесті, мен араласамаймын деген сияқты. Қалай араласамайсыз, редакторсыз. Болмаса, егер шынымен жынды болса, дұрыс адамдар алыңыз, оларды шығарып жіберіңіз. Деген сияқты. Любой адамға логика алып келеді ғой. Ол кісі айтады, ондай болса, сіз өзіңіз отырып, қолыңыздан келе ме отырып, дұрыс әңгіме айтып, олар ұрысып алса. Ол басындағы әңгіме ғой, ендіге батқан кезде. Баспайсың ба дейді. Қолыңыздан келе ма дейді. Бетім келеді. Онда, пожалуйста, келіңіз, көріңіз. Контрактіге сосын барып қол қойса. Ойда түк жоқ менде. Бір жағынан енді шында да ойладым, мына кісі шамасы келмей жатқан шығар ол жерде. Менде бір кіріп ішінде отырып, дембесейін енді. Оны контрактіге қол қойдық жаңағы. Уже кәдімгі официально қатысушы болып. Қатысушы болып кіргеннен кейін бірте басында білінбеді еді. Жүреді, редакторлар не істеп жатыр, ішкі кухнясын аса бірден ашпайды да, сені зерттеп, біз каждыйымызды зерттеп, әрқайсының бір әлсіз тұстарын жаңа зерттеп, олар енді кәдімгі психолог сияқты жұмыс істейді ол жерде. Әрқайсына компромат іздеп, одан кейін ақырын басталады, бір-екі жылдан кейін. Компромат іздейді дегенге қарағанда, олар сонда ол танымайтын адамнан қалай компромат іздейді, мысалы, ол жерге келген кезде? Компроматты былай, мен сізге әдісін айтып берейін қалай болған. Былай айтады оған Шаккерім мырза. Сіздер келдіңіздер, бұл жерде бірінші қабылдап жатқан кезде ма? Қабылдағанда контракт қойғаннан кейін, жұмыс басталғаннан кейін айтады. Сіздер маған шындықтарыңызды айтыңыздар. Өмірде қандай қателіктеріңіз бар, жасаған бір мәселелеріңіз бар, қылмыстарыңыз болса, айтыңыздар. Себебі ертеңгі күні ол басқа біреуден келіп жатса, мен сіздерді қорғауым керек деген сияқты айтады алдап. Егер сіз қазір маған айтсаңыз, мен білсем, мен уже сізді қорғаймын. Егер де сіздер айтпай, жасырып қалсаңыздар, сырттан ақпарат келетін болса, мен оны эфирге шығарып сіздерді жер қыламын дейді. Одан естесіз, ана жерде бәрі қорқады да, өзінің жаңағы бір қылмыстары болсын, бір жаман нәрсе, қателіктері, солардың бәрін жайып береді ол кісіге. Демек, олар видеоға түсіріп ала ма сонда оны? Видеоға түскен кезде әртүрлі жағдай болады. Мысалы үшін олар былай біліп алады ауызша. Одан кейін сырттан да келіп жатады ақпарат. Оларға дополнительно, өйткені қалауымға сенеді ғой халық. Одан кейін каждый қатысушыға ақпарат жібереді. Көршісі, досы, біздің ауылда жүрген қыз ғой, видео жүретін қыз ғой деп. Видео, фото, жаңағы нелерді олар жаман ойсыз, может біреу жаман оймен жібереді. Бірақ оларға ол плюс та, компромат. Полный рост
компромат жинап алады, одан кейін уже на крючке не айтады, соны істейді уже ана жаңағы қатысушы. Одан кейін уже сол компроматпен олардың өздерін куражит етеді ма? Сен қит етсең, мен сен міне шығарып жіберемін, эфирға шығарамын, болды, сен өмір бақи жер болып өтесің. Сондай мәселе сол жерде. Кімге компромат жоқ, таза адамдарға, ана жол тікелей эфирімде де айта өткен, сен маған қарсы шықсаң, мен сені по-любому компромат жоқ болса да, мен сені көмемін дейді. Қалай, не үшін деген кезде сұрақ болды, бір қыз айтты да. Мен ештеңе естіген жоқпын, мен таза, арым да таза, ұятым да таза. Мен айтамын дейді. Мысалы үшін бұлай ұйымдастырамын, бәрі мен қолымда, телевидение мен қолымда. Қатысушылардың ішінен біреусі айтады, сен өткенде жаңа ұрыс арасында шақыстырып жіберемін депті. Шақыстырып жіберемін. Сен өткенде Сейфуллина жақтан мен бір танысым байқап қапты дейді. Жай ғана утверждать етпейді ғой, мысалы үшін. Сені сондайсың деп. Дейді, содан кейін бірақта өздері айтады, редакция. Бізге де сондай ақпарат келді, сізді сол Сейфуллина көшесінен жиі байқайды екен бір көрермен, сол кісі айтты. Содан кейін аламда дейді, телефон звонок жасатам дейді өзім. Оларда телефондар өтірік, оған звондай алмайсың. Ешкім түсе алмай ма сонда оған? Өзі түсе алмайды, бір емейл арқылы арасында кіргізе ма, бір нәрселер бар, негізі өз адамдарын звондатады. Содан кейін жаңағы қоңырау шалады дейді. Өз адамды звондайды, және де мынандай ақпарат береді дейді. Мен осы қызға ұқсайтын қыз күнде көрем, Сейфуллинаның бойында бөтен таныс емес еркектермен жиі көлікке отырып кетіп жатқан жиі көрем. Осы қатты ұқсайды осы қызға. Болды. Біз утверждать етпей ештеңе айтпаймыз. Халықтың алдында сен жезөкшесің дейді. Болды, сен никогда не отмоешься. Сен жезөкше екенсің, кешір, бізде сен орын жоқ деп шығарып жібереміз. Болды, сен по жизни кетесің, ешқай жерге барып ақтала алмайсың, дәлелдей алмайсың. Жігітке қарамайды сосын. Все, короче. Вот солай істелінеді оны. Компромат солай жинайды. Бұл деген енді таза шайтанның ісі ғой, негізі былай келген кезде. Енді барлығы білет, алдында Қалауым Лайфтың жобасындағы біраз қатысушылары біз эфир үшін 5000 теңге ме, 6000 теңге ме аламыз, ол айға шаққанда бір 100 мыңдай ақша шығады деген секілді. Бұл Қалауым сенде де дәл сондай деп ойлаймын. Сосын эфирде отыратын көрермендерге де әрқайсысына бір 1500 ба, негізі кез келген телевизиялық студияларда көрермен отыратын болса, оларға 1500 теңге төлейді негізі. Ана жерде мен байқаған кілең үлкен апаларды алып келіп отырғызып қояды да. Аталар бар, апалар бар, әкеп қойып отырғызып қойды, мен түсінбеймін сонда. Оларға мүмкін қызық та керек шығар енді бір жағынан қызық қой енді ермек. Бірақ олар шын деп елестетіп келеді ғой енді, көрейікші барып. Мынау шын оқиға екен, болып жатыр екен бірдеңе деген сияқты. Көріп отырып, не болып жатқанын олар білмеуі де мүмкін, енді білуі де мүмкін. Себебі редакторлар келіп айтқан кезде ол бәрін құлағына сыбырлайды да. Олар біраз жерде отыр ғой, ана жер үлкен зал, үлкен апалар, оны естімеуі де мүмкін, біреу естуі де мүмкін шығар, мен білмеймін. Білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін. Бірақ көрермендерді өз пайдасына шапалақ ұрғызады, олар ақшасы төленгеннен кейін арасында екі блок қой. Екі жағында отырады. Мына жақта 50 адам, мына жақта 50 адам. Соның екі блогында екі адам отыр, өздерінің тәтелер. Соларға приказ келеді, знак келеді, сол кезде шапалақтайды. Мысалы үшін мен бір сауатты, бір дұрыс нәрсе айтсам, приказ келмесе олар шапалақтамайды. Шақкерім бір нәрсені бүйтіп айтып қалған кезде айтасы болды. Или ведущая бір нәрсе айтса, или өзіне керек адам, жаңағы провокаторлар, өз адамдары бір мағынасыз бір нәрсені айтасы да, саған қарсы бәрі керемет шапалақтайды. И эфирде халықпен сол солардың сөзін қолдап қалған сөзі өткендей қабылданады. Постанова, короче. Енді жаңа мен сендерді құрт жіберем, мен телевидениеде сондай бір адаммын деген секілді Шақтың сөздері айтты деп. Шақтың өйтіп айтып жіберетінде қандай бір күші, бір құдіреті бар деп ойлаймын да. Ол кім мысалы телевидение? Мен мысалы енден Қалауымнан таныдым былай келген кезде ол кісіні. Енді Датабов өйтіп айтатындай, мен сендердің бәріңді кәдімгі мен телевидениеде ең мықтымын деп айтып тұратындай дәрежеге жетті деп әлі ойламаймын мен мысалы оны. Ол өткенде қателеспесем сіздердің бір митинг бір нәрсе ұйымдастырамын деп. Енді біз Инстаграмда не алдық қой мысалы шығарып. Сол әңгімеден кейін шыққан әңгіме ғой, сол кезде олар қорқақтап жаңа жиналыс ұйымдастырды. Әрқайсымызбен жеке-жеке сөйлесіп, кішкене ұрыс-керісті уақытша тоқтата тұрайық, мыналар қазір бізге ет жібермесін дегендей қорқып қалды да. Сонда сол шумнан кейін олар біраз қорқып қалған болып тұр ғой, Қорқып, одан кейін мен айттым, сонда сіздерге бірнеке істей алады ма, сонда
кәдімгідей қорқып тұрсыз ба десем, енді мүмкін емес, бірақ енді маған более опасно мусликтер деді да, муслик. Сол кезде мұсылмандар деп айтып тұрды. Жаңағы дін жолында жүргендер адамдар жиі хабарласам екен, мазалай ма, жаңағы ұрсат деп ойлаймын енді, жаңағы Инстаграмда да былай да звондап. Видимо, сондай қысым көрсеткен сияқты, сөйткен сол мусликтер деп айтқанына қарағанда. Муслик деп айтатын болса, ол сонда өзі мұсылман емес қой онда? Ол мұсылман емес екеніне мен сол кезде көзім жетті. Ол осы бір ай бұрын ба, сол кезде болған нәрсе ғой? Иә, осы. Оңға дейін менде үміт үзілмеді, мен Шакерімді ішінде үнемі айтып жүрдім, Шаке, түзетсеш бағдарламаның бағытын өзгертсеш кішкене. Иә. Ішінен түзетуге бір мен Шакерімді әшкерелеп, бір шындықты ол жерде айтып, етмеген жоқ шынымды айтсам, көріп жүрсем де. Иә. Ол бір басқа адамдардың жаңа жетегіне ілесіп, тоже адасып жүрген балама деген ой болды да, сол себепті мен де оны ашқым келген жоқ оны шындығын. Сол неше уақыт келе жатырмыз, сонша мен оны айтып жүрмін. Шакерім, былай істейік, өзгерт, мынауың болмайды. Мен де сол үшін келдім ғой, келгенде айттым саған, мынау болмайды деп. Енді қалай болып жатқан көзім жетіп тұр. Сол үшін мен де ешкімге айтқым келмейді. Бірақ бағдарламаны түзету керек, халық үшін болмайды мынау. Жастарды ойлау керек. Енді ішкі кухня жайында жаңағы шақтың өйстіп дайындап қоятын адамдары бар. Шақ осындай қатысушының құлағына сыбырлайды, анаған тиіс деген. Сосын жаңа бір видеоңызды көріп қалдым, иә. Анау кім ана қыз сияқты сөйлейтін бір жігіт бар ғой? Жандос. Жандос па? Соны сен маған жаңа айттың ғой маған тиісші деп эфир басылатын кезде деген сияқты сол несін көріп қалдым да. Одан кейін сол нәрседен кейін уже түсінікті болды да. Сіздің айтып жатқаныңыз. Ол негізі қатысып жүргеннің арасындағы ма или сол кезде болған әңгіме ма? Қалай? Жоқ, жаңағы сен маған жаңа тиіс деп айттың ғой деген. Ол сол күні жұма күні болған оқиға ма ол? Жоқ, ол төбелес па? Иә. Жоқ, ол қайда? Ол алдында ма? Ол бағдарлама 2 ай өткеннен кейін болған нәрсе. Шынымен де мен ол жерде жаңағы ақыл айтып кішкене жастарды басуға келдім ғой, тәрбиелеп, Шакеріммен келісіп, якобы енді Шакерім мені алдап түсірді ғой, былай қарасаң кезде. Кішкене кіргізіп алғаннан кейін уже білдім, ол шын төбелес емес, бәрі жаңағы шағыстыру арқылы. Сонда да мен жаңағы басында бір айдай басып жүрмін, балалар шулап, ұрысып кетсе, қойыңдар деген кәдімгідей басылып қалып жүрді. Одан кейін уже уақыт өте, олар бір айдан кейін уже болмайды ғой, қайта темаларын береді, олар ұрыс төбелес басталады, мен басып тастаймын. Содан редакция жинап алды, мен шақырып алды да, сен давай қой науынды. Доғар бас. Моральдарыңды. Бір жерге сап қой деді. Мен қалай қоямын, мен айтам дедім мен оларға. Өйткені мен солай келдім ғой, саған айттым келгендегі мақсатымды. Мен басам, айтам, ұрсам, ұрысып керегі жоқ телевидениеде. Бұл тәрбие құралы. Өздерің айтасыңдар халықтың алдына шығып. Телевидение тәрбие құралы. Үйтпеңдер, өздерің істейсіңдер соны деген сияқты айттым. Содан бастап жаңағы сен қой деді. Мен қоя алмаймын мен. Сен либо біздің ойынымызды ойнайсың, болмаса біз сенімен ойнаймыз. Енді ойнасаң ойнай берді. Содан бастап ол басқа тактикаға көшті. Менің репутациямды бұзу. Демек жаңағы дайындаған адамда жаңағы қыз бар ғой, сөйлейтін қазір сізге бірдеңе. Соларды айдапсап, менің көрерменнің алдында да, қатысушылардың арасында да уже дұрыса берген, естественно, бір-біріңе отношениең бұзылады ғой. Басында бәріміз кәдімгідей бір үйдің баласында келген кезде дайындық, бір ай дайындық, эфир таба алмай, канал таба алмай жүрді ғой олар, Евразиядан кетіп қалып. Сол кезде тосып жүрді ғой бәрі. Сол кезде кәдімгідей бір үйдің баласында үйіп, күшті жүрді. Ұрыс деген әңгіме мүмкін емес балалардың арасында. Бір үйдің баласында жанұямыз деп отырады ғой. Шынымен жанұя болып кеттік бәріміз. Бір-бірін жақсы көріп, сыйлап, араласып, бір-бірімізді 2-3 күн көрмесек сағынып, бір студенттік шаққа түсіп кеткенде қайтадан не деген күшті болды бағдарлама. Рахмет, мынау шынында да мынау күшті екен деп бәріміз мәзіз жатамын, білмейміз ғой. Көбісі айтып жатыр да, ол қалауым негізі шынайы, үйленіп жатқан жандар бар ғой деп. Мен бірақ бір сыбыс естідім, что ол жерде үйленіп шыққан жұптар, которые олар қалаулымға дейін жүрген, қатыспай тұрып. Сосын екеуі бірінші жігіт келеді, сосын қызын тартып алады, эфирға келіп. Сол жерде пиар жинайды өздері, күшті болып, подписчик жинайды. Сол жерден үйленіп күшті болып келеді. По идее, негізі екеуі бірге жүріп жүрген жандар олар негізі. Онда ол жағынан хабарыңыз бар ма? Ол эфирдің ішінде де сезіле ме ол нәрсе мысалы? Оның бәрін біліп отырамыз біз ішінде. Кімді алып келді, сырттан қызды алып келіп. Бірақ енді
арасында енді случайно үйленгендер де болады ғой, ондай болып жатқаннан кейін олардың өзіне де бағдарламаны жылына бір адамды үйлендірмесе ешкім сенбейді ғой. Сол үшін әйтеуір ондай жолдар да бар, шынайы үйленуге болады, бірақ ол кішкентай процент та. Мысалы үшін басында қарайсың, ойлайсың, вроде бы, ладно, шоу дейсің, 20% шоу, бірақ 80% шын. Кірсең, оның ішінде 80% шоу болады да? Иә, 20% бір шындығы бар. Бірақ оның арасында подставной өзінің нелер де болады. Өздері жіберген үміткерлер болады. Өздеріңіз анықтап қарасаңыздар, тұрақты көрермендердің ішінен де үміткер келмей қалған кезде солардың ішінен алады да, біреуді үміткерге отырғыза салады. Өздеріңіз көрсеңіздер, бүкіл эфир, оның бәрі ютубта тұр ғой. Кім желаниесі бар шындыққа көз жеткізуге, зерттеңіздер, пожалуйста. Көрермен ішінде отырған адамдар үміткер болып отырады. Микрофон өшіп қойып отқанды студиядан қалай сезесің мысалы? Қалай? Микрофонды қосыңдар бірдеңе деп, сендер өшіп қойып жатсыңдар ғой әдейі деп. Ана жол. Иә, сен эфирде айтқаның бар да. Бірақ енді студияда отырған кезде сен ана жақта колонка бар ма әлде? Эфирге негізі естіледі ғой ол нәрсе мысалы. Естіледі. Бірақ анда бет колонка бар, дауысын сөйлегенде естіліп тұрады. Мен сөйлеп соны басып тастай береді. Өшіріп жатқан, олардың өшіретін алдын ала да біліп тұрмын ғой. Және сөйлеген кезде де олар өшіріп жатты, естіп тұрдым мен, дауысым шықпай қалған, аналардың сөйлеп жатқан дауысы естіліп тұр Шахкерім. Мен дауысым естілмей жатыр. Сол үшін қатырақ сөйлеуге тырыстым мен, басқа жақтағы микрофондарда ұстайды ғой, студия микрофон, бірақ шала ұстады, ұстайтын жерлерді. Бірақ негізгі айтайын деген нәрселер естілді, біраз нәрселер естілмей қалды, енді ол жерде мен көп нәрсе айттым, қазір толық есімде де жоқ не айтқанды. Бірақ енді ең маңызды ақпарат жетті, ол өзі бір Алланың қалауымен болған нәрсе деп ойлаймын, мен толық сенемін. Өзімен де Аллаға сенемін, жаңағы барлық парыздарды орындауға тырысып жүрген адаммын ғой. Сол себепті өзі жұма күнге келді. Біріншіден. Дәл сол. 7 число. Шахкерім өзі шықты бері. Ар жақта отырса мен оны доставать ете алмаушы едім. Сол үшін. Ол ар жақта отырып бір нәрсе ұйымдастырып, бет бейнесін, шын бейнесін дірілдегенін қызарғанын, дауысының дірілдегенін халық көрді ғой. Шындық әшкереленген кезде. Соның бәрін жасаламаса еді, Алланың қалауы болмаса. Соның өзі Алла тағала соның бәрін солай ұйымдастырып, бәрін жасап тұр деп ойлаймын. Енді шындықты ашу керек, өйткені ананша адамдарды қорлау, анша зұлымдық жасау, енді ол сұмдық нәрсе ғой, оны Алла тағала просто қалдырмайды ғой. Тем более мусликтер десе, қалауымның басында түріктер тұр екен деген әңгіме бар. Түріктер өздерінде өтпей қалған проектті бізге әкелді деген біраз адамдардың комментарийі бар. Ол шынымен енді ана жақында естідік қой, кім қалап сен кетіп қалғаннан кейін Шахтың өзі біздің Асылы ханым Турцияда емделіп жатыр екен, ол кісі қаттырақпен ауырып қалыпты деп Алла шипа берсін ол кісіге. әрине бізге жаңағы Айдос сол кісіге жазған ба, жаңағы компромат іздеген кезде, одан кейін Айдос барып түсірген ба сіздерді, шынай деп айтқансыз ба деген сияқты видеолар болды ғой. Мысалы олар сөйтіп компроматин Айдосты жестко пайдаланды деп ойлаймын. Подстава ғой. Подстава мен сөйтіп әйтеуір ертең олар 2 күн дайындалды, пятница эфирге шықты ма, суббота, воскресенье 2 күн кәдімгі тщательно дайындалып, материал дайындап, сосын понедельник күні эфирге күшті болып, жоқ біз андаймыз деген сияқты шықты да. Енді жаңағы Шахкарым ол жерде бастық па, или жаңағы Шахкар Мұрсат дейсіз мысалы да? Ол кім ол жерде, тек жүргізуші ме әлде? Жоқ, шеф-редактор сол жерде. Бәрі соның шешуімен, қалауымен, өзін құдай сезінеді, сол себепті ғой. Демек, сол кісінің айтқанымен жүретін проект былай келген кезде. Мен бұрын ойлайтын, мен де ішінде жүрген кезде сол кісі енді шында да бәрін істейді, былықтың бәрін жасап отырады, тікелей. Бірақ енді үміттенетін, жоғары жағы соны білмейтін шығар деп. Сол себепті мен айтып жүрмін, қалауымен де боса бола берсін. Просто ана шеф-редактор былықтырып отыр жаңа Шахкерім. Или соны дұрыстау керек, или басқа біреусін қойсын дегендей ой ғой, чтобы халыққа полезный программа болу керек деген. Но өткендегі понедельник күні маған бәрі келісіп ұйымдастырып, мені подставлять етіп жапқан жаласынан кейін мен толық түсіндім де, ол басынан аяқ шіркеткен бағдарламаның несі структурасы. Жаңа шеф-редакторым бар, басқаң бар, жоғарыдағы бастығы бар, бәрі замешанный. Ойластырылып, кәдімгідей бар, басқаларың бар, бәрі ұйымдастырып. Өйткені мені қараламаса, ол бизнес тоқтады. Өйткені ол үлкен бизнес, қалауым деген жай ғана шоу емес, бағдарлама, бизнес,
ақша жасайтын ақша жүріп жатыр. миллиардтап қаржы түсетін бизнес. Ол мен бәрін әшкерелеп кеткеннен кейін болды оны. Все. Понедельник олар эфирға шыға алмайды никак. Бірақ жол бар ол жерде. Мені қаралау. Мен оны сол кезде әшкерелеген кезде де айтып кеттім ғой. Маған компромат жинаңдар, мені жала жабыңдар. Мен соттаңдар, мені өлтіріңдер, маған бәрібір дедім. Мен Аллаға қараған адам, халыққа мен шындықты айтамын, все. И айтқанымдай олар 2 күн ішінде жаңағыдай сфабриковать етіп, айдосты жаңағыдай жасап, басқасын да сатып алып жатыр, бәрін сатып жатыр. Мен окружениемде кім бар, бәрін сатып жатыр. Демек қарсы қою үшін олар ақшаны аямай, барлығын жинап, айдостың өзін алып кеп, давай бүйтейік деп өтірік ақылдасып. Басында мен білген жоқпын олар қалай етіп жатқан, бәрі кетіп жатыр, сатылып жатыр жаңағыдай. Бар ішінде мен соңымнан түсіп кеткен балалар да бар. Өзінің арын, жігіттігін сақтап, сондай достойный жігіттер шықты. Бірақ кейбіреулер сонда қалып, не себепті қалып жатыр, не себепті сонда қайтып барып жатыр деген ой. Нақты ақша туралы мен білген жоқпын. Оны ақша туралы мен білгенім, мен жанымда 15 жыл бірге істеп жүрген студиядағы әріптесіме келгенде олар ұсыныс жасаған. Сен нақты айдын жайлы бір нақты компромат бер, ақпарат бір, сондай бір, оның маған абыройына нұқсан келдіретін. Бірден. Екіден, студияға диктофон мен камера қойып бер. Қалаған суммаңды, қалаған жаңағы ақшаңды сен айт, болды деген ғой, ешқандай проблема жоқ. И ол мен досым өмір бақи 15 жыл бірге әріптес болып істеп жүрген адам, ол да иманды жігіт өте, ол никогда ақшаға сатылмайтын адам, олар бәрін ойлайды ақшаға сатылады деп осы заманда. Бірақ мен ондай адамдар қасыма көп араласпай отырсам, бірақ осы проектке келген кезде енді көп адамдармен таныспын, кейбіреулерінен де ажырата алмай қалдым. Адалы қайсысы, арамы қайсысы, бәріме ақ көңілмен араласа бердім. Сол себепті де мен алданып, жаңа қасымда сат кетіп жатқандар. Нақты өзімнің бұрыннан келетқан достарым, ол никогда сатпайды. Сол себепті жаңағы мен Дархан Есесов деген әріптесім жанымда. Соған келіп сондай ұсыныс жасаған. Ол келіскен жоқ. Ол келіспеген бірден. Ол шошып кеткен, ол кеп маған деді, мыналар вообще настрой серьезный ғой. Любой сумманы айт деген ғой. Компромат, диктофон, камера. Қаламда ақша көп. Сондай ұсыныс болған. Сол себепті мен де оның үстіне соңыма түсіп жатыр қазір. Демек, айтып кеткеннен кейін эфирдің сыртында кетіп бара жатқан кездегі әңгімені естісек болады ма? Ол жерде угрозать етіп сондай болды ма мысалы? Ол жерде болды, біраз әңгімелер болды. Мен айтып кетіп қалғаннан кейін студиядан шығармады мені. Студиядан сыртына шыққан кезде зданиядан шығармай қойды мені. Служба безопасности. Одан кейін жаңағы юристтар бәрге бір қағаздарға қол деп мен қол қоймаймын дедім. Адвокатын қойсам, адвокатпен ғана сөйлесем. Бұлай қол қоймаймын. Және де мен болды, сау болыңдар кетейін десем, мен жаңағы служба безопасности бастығы бәрі келіп жаңағыдай шығармауға тырысты да мені. Бір бөлмеге жаңағы кіргізіп, сол жерден шығармай, менің айтым сіздердің құқықтарың жоқ. Заң жүзінде жауап бересіздер. Деп кәдімгідей мен нақты решительно келіп оларға еткеннен кейін кішкене оларда заңнан қорқып кішкене. Мен уже өзіме сенімді адам, всегда конкретно айттым, мен уже надо будет төбелескейін барар едім олармен. Кез келген жағдай. Өйткені мен жеке құқығымды олар бұзуға, ол жерде мені еркімсіз ұстауға болмайды олар. Сол себепті шығып кетіп бара жатыр едім, жаңағы шықты да редакторлардың біреуі. Айдын сөйлесейік, жаңағы жиналыс жасайық деген оймен мен шақырды. Мен ойымда түк жоқ, жарайды, қашып кеткендей болмайын, барайын. Жаңағы немесіне бүкіл қатысушылар, жаңағы бастықтары, түрік азаматтары бар, жаңағы шәкерімдер бар, қазақ редакторлар басқа. И уже әңгіме басталған кезде, әңгіме басталу барысында олардың маған сөйлеп жатқан сөздерінен түсіндім де, маған кір тағып, сен осындай, мына отырған достарын сатып кеттің дегендей, маған кінә тағып, көрдіңдер ма дегендей әңгіме айтып отыр да. Мен түсіндім ол жерде. Олардың көзінше жексұрын болады ма? Ол жерде мен түсіндім, олардың мақсаты менімен сөйлесу, бірнәрсе выяснять ету емес, ол үшін бәрі анық. Сол үшін тұрдымдарға қарап еткен қасында. Сол үшін тұрдымда қатысушыларға қарадым да айттым, жігіттер, қыздар, бұлардың менімен сөйлесетін ойы жоқ. Бұлар мені алқаған себебі сіздердің алдарыңызда мен қазір қарап етіп, жер қып, сіздерді осы жерде қалуларыңызды солай добиваться ету. Өйткені қалуым лайфтағы сияқты мен артынан бәрі тұрып кетіп қалса, бітті ғой, передача жоқ. Сол мақсаттан шақырып тұр, сол себепті қуыршақ болмаңдар, қош сау болыңдар дедім де кетіп қалдым, болды.
солай қоштастық. Одан кейін арттан адам салу болды ма? Болып жатыр. Әлі күнге дейін мен осы жаққа келетін кезде де мен соңынан адамдар ілесіп студияда түні бойы жұмыс істеймін ғой. Сол жақтан түнге тамаққа ішемін. Жақындамайды. Өте дистанция ұстап тұрады. Студияда отырып терезеден қарасам да, андай жерде көрінер-көрінбес, даже телефонға да түсіре алмайсың анда қараңғы жерде. Бірақ көп тұрасың да біреу жүрген. Шығып жақындасаң, алыста кетеді. Кеп қайттан келсең, қайттан келеді. Сондай мәселелер болып жатыр енді. И әр күн әртүрлі адам. Мен байқағаным, әр күн әртүрлі адам. Білмеймін, мен қайда барып жүргенімді білу үшін ба, не істеп, кіммен кездесіп жатқанымды білу үшін жүрген адамдар ма? Жоқ әлде морально-психологически мені жаңағы баланстан шығару ма? Өйткені телефонмен де көп адамдар звондайды. Негізі неше енді айдан бері шырылдап жатырмыз ғой, ол болмайды. Жалпы қазақтың өсіп келген ұрпақтарына кәдімгідей теріс тәрбие беретін қаншама өсіп келе жатқан жас балалар көріп отыр, мысалы, оны шын деп көріп отыр да кәдімгідей. Біреудің тағдыры ойнап жатқан ана жерде, мысалы. Просто спектакль ойнап жатқанын көбісі біле бермейді. Тем более обедтің кезінде, кешкі 5-тің шайдың кезінде 12-ден 6-ға дейін болатын бағдарлама ғой, мысалы, біреу 3-ге дейін, біреу 6-ға дейін, мысалы. Оны қаншама ата-ана баласымен көріп отыр, мысалы. Кішкентай балалар көріп, сол нәрсені көргеннен кейін сосын ойлайды, қоғамда, значит, бұл тұрақты нәрсе, бұл қалыптасқан нәрсе деген секілді. Оны жиі айтамын мен қасымдағы балаларға. Бұл 3 жыл бойы болып жатқан бағдарлама, сол қалауым басталған кезде 1 жаста болған тілі шыққан бала көрсе, ол қыз 4 жаста деймін. Ол күнде көреді, регулярно көреді, және де адам парадигма дейді, совокупность подсознательных установок. Ол кішкентай кезде тіл ашылғаннан бастап қалыптасады. Және де 4-5-6 жасқа дейін ол қалыптасып қояды, болды. Одан кейін сен оны өзгерте алмайсың. Так что баланың миы свежий, таза ми ғой, тез қабылдайды ғой, информацияны впитывать етеді. Ол не көріп отыр, соның бәрін дұрыс деп ойлайды. Соған қарай әрекет істейді. Сен оған ақыл айтсаң, ол тыңдамайды. Ол не көрді, ата-анасынан не көрді, телевизордан не көрді, соның бәрін қайталайды, болды. Так что ол қоғамға зияндығы зор, өте дәп осындай бағытта болып жатса, это страшно. Соны айтып түсіндіре алмай жатырмыз ғой қаншама халыққа. Кейбіреулер ермек үшін көретіндер бар, мысалы, үйде отырып алып. Үйде кейбіреу жазып жіберді, біздің үйде отырып, маған өзіме жазып жіберген адамдар ғой, енді әйел кісілер. Үйде отырмыз, сендердің жұмыстарың бар, біз жұмыссыз отырмыз үйде. Не істейміз 12-ден 6-ға дейін? Қалауымды көреміз. Сендердің басқа жұмыстарың жоқ па? Басқа жұмыстарыңды істей беріңдер, біз қалауымды көре береміз дейді. Мен кешіріңіз сөзіңізді бөлейінші. Жаңағы айта кеттіңіз ғой, қалауым осындай өтірік сценарий деп. Ол сценарийдің да жақсы жаманы болады да. Мысалы үшін сценарий жасаса да мысалы үшін көнуге болады, егер ол пайдалы сценарий болса. Кинода көреміз ғой сценарий. Театрда сценарий, бәр сценарий ол зияндығы жоқ. Егер ол пайдалы болса, егер бір тәрбиелік мәні болса, сол жағынан адамдар айтады да, кейбіреулер түсінбей. Бәрі сценарий ғой, бәрін көреміз ғой. Ол сценарийдің әртүрлі болады ғой. Ол зиянды сценарий сен қалай көресің? Күнде балаңа сен ашыған тамақ, жамандай зиянды тамақ бермейсің ғой. Сол сияқты ол да ақпарат, ол кәдімгі жеген тамағынан да маңызды, өйткені ол рухани азығы. Сол себепті бұл өте қатерлі. Меніңше енді барлық шындықтар айтылды деп ойлаймын. Осы жерде ішкі кухнясы бар, одан кейін сіздің жеке өміріңізге қатысты олардың қандай қастандық болып жатқаны. Мен ойымша, мен халықтың көзі жеткен секілді деп ойлаймын. Әлі де сенгісі келмейтін адамдар бар шығар, сенбей қойсын, бірақ халықтың қарасы бәрібір қалауымның теріс сценарий екені, сонда бір-бірімен ұқсырып шақсырып қоятын, әйтеуір подставный адамдар бар екен. Әйтеуір сіздер бармағанда мүмкін сізді Құдай айдап жіберіп отқан шығар сол жерге, бүкіл шындығын ашкерлеп берсін, сондай деген секілді. Барған себебім мен өзім жалпы қоғамдық белсенді адам, үнемі бір мәселелер болса қатысып, халыққа жаңағы қайырымдылықпен де айналсам, бала кезден сондай тіршілікте айналысам, мен өз білмеймін, туа біткен сондай бір қасиет бар, жаңағы шындық жағына, бір әділдік жағына мен өте обостренное чувство справедливости дейді ғой айтқан кезде. Мен бір зиянды нәрсені, дұрыс емес нәрсені көрсем шыдап тұра алмаймын. И бездействовать етіп тоже отыра алмаймын. Кейбір адамдар сияқты комментарийде отырып қалауым жаман деп жазып или бір жерде көз көріп одан жаман деп үйтіп қана просто айтып қоя алмаймын. Диванный критика деген сияқты. Мен диванный критик. Менің қағидам былай, критикуешь, предлагаешь, делай. Мен всегда іспен дәлелдеймін да. Сол себепті мен көрдім қалауым ұрыс төбелескен. Мен оны разбираться ету үшін бардым, көру үшін, көзім жеткізу үшін, мүмкіндік болып жатса түзету үшін. Ал енді түзелмей жатса енді придется надо лавочку прикрывать деген сияқты. Барынша қолдан келген жасап жатырмыз ғой, кейбір осы нәрсені істесең, сен хайпа жорсың.
осындай біреуді әйтеуір біреудің былығын ашып істейтін болсаң, сен кәдімгідей пиарщиксің. Өзіңе абырой атақ жинап жүрген, арзан атақ жинап жүрген, оның қаншамасы жазып жатыр, саған да айтып жатқан шығар. Сен пиарщиксің, сен хайпажорсың. Өте аз адамдар айтып жатыр, ондай аналардың адамдары ғана. Енді олардың адамдар айтуы мүмкін ғой, дайындап қойған мысалы. 90%, 90-дан да көп пайыз шығар бәрі қолдап жатқан. Шындықты айттыңыз. Даже ақындар өлең арнап жатыр, жаңағы Байбөрінің айдыны қалауымды сен жаңа айтқан сөздерің жаппаса да қабырғасын сөгіп кетті дегендей жаңағы етіп жатыр. Оған рахмет халықтың қолдауына. Просто аналар именно сол жаңағы менің абыройыма нұқсан келтіру арқылы өздерін жаңа қайтадан жүргізіп жатыр да бағдарламасын. Сол жағынан халықтан өтінерім, сенбеңіздер, өздеріңіздің ақыл ойдарыңызға сеніңіздер. Олардың жаңағы жасаған индийский киносы біз туралы подставасы бәрі енді айдан анық нәрсе ғой. Кімдер бәрі телевидение жүрген адамдар көріп, біліп, зерттеп, көздері жеткеннен кейін шақырып отыр бұл кісілер мені. Әйтпесе бұрыннан бері қанша қатысушылар шығып жатыр, шындықты айтып жатқандар да бар. Біреусін сіз шақырдыңыз ба мысалы? Шақырған. Негізі ешкімді шақырған жоқпыз ондай негізі. Сол себепті рахмет енді осылай етіп, шындыққа көз жеткізгіңіз келіп шақырып жатқанына мен өте ризамын. Өйткені мен де қазір көп адамдар жанымдағылар сатып кетіп жатыр. Сол себепті қанша жыл дос болған адамдарыңыз. Олардың ең қорқынышты түсінде көретін дүниесі. Сіз бен менің екеуміз бірігуімізді, для них это в страшном сне могло присниться. Это случилось в реальности. Сіздің ұсынысыңыз болды, мен сізге келдім, келісіп. Және де бұны бірігіп бұл мәселені шешу керек түбегейлі деп ойлаймын өз ойым. Келісім беріп келгеніңізге көп рахмет. Қазақтың кәдімгідей қамын жемеген нанды жемесін дейді ғой. Қазақтың болашағы үшін, ұлттың болашағы үшін, жастардың болашағы үшін сондай бір жаман тәрбиесіз нәрселерге миына сіңірмеу үшін сондай үлкен іс атқардыңыз. Сіз болмасаңыз бұл былыққа әлі халық сеніп жүре беретін еді. Сеніп өтірік спектакльдеріне Шах-Кәрімнің осындай ұйымдастырған былықтарына мысалы. Алдағы жасап жатқан творчестволық істеріңізге сәттілік тілейміз, жеміс тілейміз, табыс тілейміз. Сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, Айдын мырзаның өз аузынан естідіңіздер. Енді қалауымның бар өтірігі, бар шындығына кәдімгідей көздеріңіз анық жеткен шығар. Ойларыңыз кейде екі ойлы болып жүрген шығарсыздар, мүмкін сол подставный бірдеңе, бірақ өз аузынан естідіңіздер. Арнайы шақырдық, көп рахмет сізге. Сізге де рахмет.